Бүгінгі бейнебаянда Жапониядағы отряд 731 туралы мәлімдейміз. 1930 жылдары Жапон мемлекеті адам қинайтын, өлтіретін фабрика ашқан. Олар адамдарға адам естімеген эксперимент жасаған. Түсініксіз сұйықтықты адамдардың тамырына енгізіп қинап тексерген. Одан қалса адамдарды бөлшектеген. Адамдарды жоғарғы және төменгі температурадағы бөлмелерге кіргізіп тексерген, сынаған. Отряд 731 қаншерлері қайдан, қалай және не үшін пайда болды? 1930 жылы Жапон мемлекеті соғысқа дайындалды. Олардың қарсыластары Совет өкіметі, Моңғолдар және Қытай мемлекеті болды. Сол кездегі император Хирохито мемлекеттік басқарды. Оның мамандығы теңіз биолог болатын. Оның пікірінше ғылым қаншерлердің досы деп есептеді. Оның сенімі бойынша медицина ғылымы бойынша